Интегралды есептеңіз. Синус 2х dx функциясын интегралдау үшін ереже бойынша біздер косинус 2х деп жазып аламыз, және алдында тұрған мына 2 деген коэффициент 2-ден 1 болып шығады. Шеткі нүктелері 0-ден пи бөлінген 4-ке дейін. Жақсы, ары қарай 2-ден 1-де көшіріп аламыз. Алдымен косинус 2 және x-ның орнына біздер пи бөлінген 4-ті қоямыз. Ары қарай минус 2-ден 1 косинус 2 көбейтілген, енді x-ның орнына 0-ді қоямыз. Жалғастырайық. 2-ден 1 көбейтілген косинус. Мына жерде біздер 2 және 4-ті қысқартып, пи бөлінген 2 қалады. Сонда косинус пи бөлінген 2 болған кезде, енді жақсы біздер қазір жазып алайық. Пи бөлінген 2 болады, минус 2-ден 1 және косинус 0 болды. Косинус пи бөлінген 2 ол бізде 0-ге тең, және косинус 0-де 1-ге тең болады. Көбейтілген 1-де жазамыз. Сонда жауап бізде минус 2-ден 1 болады. Немесе ондық бөлшек түрінде жазатын болсақ, минус 0,5. Яғни жауап С.